Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Ақбала. Бүгін сіздерге алма қосылған веналық вафлилердің жасалу жолын көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен алманы блендерде ұсақтап алатын боламыз. Нәтижесінде бізде осындай пюре дайын болу керек. Одан кейін бөлек ыдыста бөлме температурасында еріп тұрған сары майға құмшекерді қосып бір миксерлеп аламыз. Екеуі жақсылап араласқан соң 3 жұмыртқаны саламыз да тағы бір миксерлейміз. Одан кейін бөлме температурасындағы сүтті және алдын ала дайындап қойған алманы қосатын боламыз. Одан кейін барлығын жақсылап бір араластырып жіберетін боламыз. Ендігі кезекте ұн, қамыр қопсытқыш және жүгері крахмалын қосып, тағы бір рет миксерлеп аламыз. Дайын болған қамырымызды осындай вафлидің ыдысында пісіріп алатын боламыз. Шамамен 3-4 минутта пісіп шығады. Дайын болған вафлилерді йогуртпен, вареньемен, балмен немесе балмұздақпен ұсынсаңыздар болады, және де түрлі жеміс-жидектерді қолдануға болады. Осымен вафлилеріміз дайын, баршаңызға ас болсын. Рецепт ұнаған болса, каналыма жазылып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.